Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызашарға осындай өте қарапайым әрі тез дайындалатын витаминге бай салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен қажет заттарды дайындап алдым. Төменге описание бөліміне де жазып кетемін. Баклажанды алып, осылай видеодағыдай турап аламыз. Бұдан да ірілеу етіп турасаңыздар болады. Өйткені қазір майға қуырған кезде көлемі кішірейеді. Енді бөлек ыдысымызға саламыз, тұз қосамыз. Жүгерік крахмалын алып, 2 ас қасық салып, араластырып аламыз. Жүгерік крахмалы болмаса, картоп крахмалын қоссаңыздар да болады. 5 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін басқа көкөністерді турап аламыз. Болгар бұрышын алып, осылай 3 бұрышты етіп турап аламыз. Оны да үлкендеу етіп кессеңіздер болады. Маған осылай кішілеу болған ұнайды. Енді пиязымызды тураймыз. Орташа пияз алып, 2-ге бөліп, әр бөлігін осылай турап аламыз. Туралған пияздың араларын осылай жеке-жеке ашып шығамыз. 2 тісше сарымсағымызды тураймыз. Қалған сарымсақты қазір соусына қосамыз. Қызанақты алып, оны да осылай видеодағыдай турап аламыз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін біз яблочный уксустан 1 ас қасық саламыз. Дәл бұндай уксус болмаса, 6% уксусты сумен араластырып алсаңыздар болады. Мен солай жасадым. 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Паприка қосамыз. Қант саламыз. Бізде соус кисло-сладкий соус болып шығады. Енді 2 тісше сарымсақты алып, үккіштен өткізіп қосып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне соусымыз дайын. Табамызды қыздырып, сұйық май құямыз. Май қызған соң баклажанымызды саламыз. Жоғарғы отта жақсылап қызарғанша қуырамыз. Барлық жағын біркелкі етіп қызартып аламыз. Енді баклажан қуырған майды алып тастап, басқа таза сұйық май құямыз. Май қызған соң сарымсақты салып қуырамыз. Көп қуырмаймыз, 15 секундтай қуырып алған соң пияз саламыз. Оны да көп қуырмаймыз, кішкене қуырып алған соң болгар бұрыштарын қосамыз. Барлық көкөністерді шала қуырамыз. Көп уақыт отта ұстамаймыз, езіліп кетпеу керек. Енді баклажан саламыз. Кішкене араластырып алған соң жаңағы дайындаған соусты салып, жақсылап араластырамыз. Тұз саламыз. Тұздың мөлшерін дәміне қарай саласыздар. Тағы да араластырып, отты өшіріп, соңында қызанағымызды саламыз. Аскөктерді турап қосамыз. Мен аскөктен укроп пен петрушка қостым. Оларды қуырудың қажеті жоқ, тек бірге араластырып алсақ жеткілікті. Міне салатымыз дайын. Үстіне күнжут сеуіп жіберсеңіздер өте әдемі көрінеді. Көп уақытты қажет етпейтін, өте жеңіл әрі дәмді салат. Сіздер де жасап көріңіздер.